Қайырлы күн достар, бүгін тауықтың етінен түскі немесе кешкі ас дайындаймыз. Бар болғаны 20 минутта жасалады. Ең алдымен ыдысқа майды құйып, жақсылап қатты етіп қыздырып аламыз. Одан соң тауықтың етін турап қалауымызша осы майға салып, жақсылап қуырамыз. Оттың асты міндетті түрде қатты болуы қажет. Одан соң үстінен чеснок және де сушеный имбирь немесе свежий имбирьді салуға болады. Жақсылап араластырып 5 минуттай шамасында қуырып аламыз. Жақсылап болғаннан соң қара бұрыш, қызыл бұрыш және де кориандрды салып тағы да жақсылап 5-10 минуттың шамасында қуырып алатын боламыз. Енді үстінен соя тұздығын құямыз. 2 ас қасық кукурузный крахмалға суды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де осы тауықтың үстінен құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан соң 2 минут шамасында жай отта осылай пісіріп аламыз. Тұзды қосамыз, қалауымызша дәміне қарай. Сонымен біздің подливамыз дайын, өте оңай және де дәмді болып шығады. Өзіңіздің қалауыңызша гарнирге салып берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыз.